Сәлеметсіздер ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен бірге ең үлкен ортақ бөлгіш тақырыбындағы с деңгейдегі есептерді шығаратын боламыз. Қазір номер 290 есеп. Дәлелдеңдер дейді. Мысалдармен кез келген екі жай санның өзара жай сандар екендігін. Яғни бірінші, кез келген екі өзара жай сан дейді. Нешені алайық? 3 пен 5-ті алайық. Осы екеуі үшін ең үлкен ортақ бөлгіш неше бізде? Әрине 1. Кез келген 17 мен 19-ды алайық. Өйткені жай сандар тек өзіне ғана бөлінеді ғой. Және бірге. Ол өзі болғандықтан екеуі екі түрлі сан. Ал екеуі үшін ортақ бөлгіш бір ғана болып тұр. Сондықтан кез келген екі жай саны өзара жай сандар екендігін мінекей осылай дәлелдеп көрсетіп жатырмыз. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 1 болады дейді. Егер жіктеп көрсетсек, тағы біреуін ала салып көрсетсек, ең үлкен ортақ бөлгіш. Мысалы, нешені алайық? 17 мен 19-ды алайық. Тең, мінекей 19, тек 19-ға ғана бөлінеді. 19 19-ға бөлсе 1. 17 тек 17-ге ғана бөлінеді. 17-ні 17-ге бөлсек 1-ге ғана бөлінеді. Міне екеуі үшін ең үлкен ортақ бөлгіш 1. Олай болатын болса, кез келген екі жай санды ала беретін болса, олар өзара жай сан болып табылады екен. Бірінші сұраққа жауап бердік. Екінші, көршілес екі натурал санның өзара жай сан екендігін дейді. Көршілес екі натурал сан, мысалы, 2 мен 3, 4 мен 5, 7 мен 8, 10 мен 11, 16 мен 17, 15 мен 16 деген сияқты. Мысалы, 15 мен 16-ны алайық, ең үлкен ортақ бөлгіш 15-16. Екеуі көршілес сан. Сосын екеуі де әрқайсысы жеке-жеке жай сандар емес қой. Екеуі қосылып өзара жай сан болып тұр, Ал 15-ті жіктейміз. 15 5-ке 3-тен, 3 3-ке 1-ден, 16 2-ге бөлінеді, 8 2, 4 2, 2 2-ге 1. Қарап отырмыз. Мінекей 1-ден басқа екеуінде ортақ ешқандай сан жоқ. Олай болатын болса, қатар тұрған кез келген екі натурал сан өзара жай сан болып табылады екен. Енді үшінші сұраққа жауап береміз. Көршілес екі тақ санның өзара жай сан екендігін дәлелдеңдер дейді. Көршілес тақ сандар деген қандай? Көршілес тақ сандар, мысалы, 3-тен кейін 4 бізде жұп сан ғой. 3 4-ті қалдырып кетеміз, 5. 3 пен 5, 6 жай сан, жұп сан, ол болмайды, тақ сан емес. Одан кейін тағы неше бар? 9, 10-ды алмаймыз, 11-ді айтамыз. 9 мен 11, сондай көршілес тақ сандар өзара жай сан екендігін көрсетіңдер дейді. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіш жаңағы айтып отырған 9 мен 11-ді алайық. 9, 11. Екеуі ішінде ең үлкен ортақ бөлгіш бізде неше болып тұр? 1 болып тұр. 19 пен 21, 21 мен 23 деген сияқты, және осылай бізде кете береді. Дәл сол сияқты 25 пен 27-ні алайық. Яғни екеуі де жай сан емес жағдайда біреуін қарастырып жіберейік. Ең үлкен ортақ бөлгіш 25 пен 27. Бұлар әрқайсысы құрама сан ғой, бірақ екеуі ортақ, екеуі үшін ортақ ең үлкен бөлгіш 1 ғана. Өйткені не? 25 жіктелгенде 5-тердің көбейтіндісінен тұрады, ал 27 жіктелген кезде 3-тердің көбейтіндісінен тұрады. 25 5-тің квадраты, 27 3-тің кубы. Олай болатын болса, мінекей біз 3 сұраққа да жауап бердік. Келесі есеп бізде 291-ші есеп. Қосылғыштар коэффициенттерінің ең үлкен ортақ бөлгішін жақша сыртына шығарып жазыңдар дейді. Бірінші, 12а плюс 20в. Бұл балдар осы тақырып жақсылап меңгеріп алайық. Ортақ көбейткіш жақшаның сыртына шығару бұл 7-ші класста бізге өте көп көмегін тигізеді. Ол үшін 12 және 20 сандарының ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Біреуін ғана жіктеп көрсетемін, қалғандарын рет-ретмен қазір жазып отырамыз. 12, 2-ге 6, 2-ге 3, 3 3-ге 1. 20, 5-ге 4, 4 2-ге 2, 2 2-ге 1. Енді екеуіндегі бар санның астын сызамыз. Демек, екеуі үшін 12 және 20 үшін ең үлкен ортақ бөлгіш 12 және 20 сандарына болады екен 4. Осы 4-ті мінекей жақшаның сыртына шығарамыз да жақшаны ашамыз. Жақшаның ішіне не жазамыз? Жақшаның ішіне мұна астын сызбаған сан жазамыз. Және қасында тұрған А плюс
20 4 жақшаның сыртына шықты. Мінекей астын сызған сан шығып тұр. Астын сызбаған 5-ті қалдырамыз. 5В. Мінекей бұл нәрсені бізде жақшаны ортақ көбейткішті жақша сыртына шығару деп атайды. Келесі мысалы айталық үшіншісін көрейік. 30m плюс 42n. Енді 30 бен 42-ні жіктеп табуға болады. Немесе 30 бен 42 2-ге бөлінеді, 3-ге бөлінеді, 6-ға бөлінеді. Осылардың ішінде бізге ең үлкені 6 екен. Демек, 6-ны жақшаның сыртына шығарып жібереміз. Жақшаның ішінде неше қалады? 5m. Бұлай деп те алсаңдар болады, балдар. Жақшаның сыртындағы мен ішіндегіні көбейткен кезде мына сан шығып отыру керек. Плюс 7n. Мінекей 6 жақшаның сыртына ортақ көбейткіш шықты. 5m плюс 7n. Мұндай сандар енді тағы да әрі қарай өздерің дәл осындай есепте тағы да біреуін шығарып қарай салайық. Қайсысын шығарайық балдар? 8-шісін шығарайық. 15m, бұда да m екен. 15m плюс 25n. Бірден ауызша айта қоясыңдар. 5 шығады жақшаның сыртына. 3m плюс 5n. Жақшаның ішін 5 пен 3-ті көбейтсең 15 шығады, 5 пен 5-ті көбейтсең 25 шығады. Енді тағы да қандай бар бізде? 5-шіні жазып жіберейік. 5-ші бізде 18a 45v. 18a плюс 45v. Ал 18 пен 45-ке ең үлкен ортақ бөлгіш ол бізде 9 болады. 9. Жақшаның ішінде 2a қалады плюс 5v қалады. Яғни 9 2 18, 9 5 45. Мінекей есепті шығару жолы осындай. Келесі есеп 292. Мұнай тасымалдайтын тіркесте 3 тіркесте цистерналар бар дейді. Ол цистерналардың бірінші тіркесінде 504 тонна, екінші тіркесте 288 тонна, үшінші тіркесте 648 тонна. Осы цистернадағылар мұнайлардың барлығының деңгейін бірдей қылып құйған кезде дейді, ең көп мүмкін масса неше тонна болады, соны табыңыз дейді. Екінші, әр цистерна, әр тіркемеде қанша цистернадан бар, соны табыңыз дейді. Алдыменен біз былай жасаймыз, яғни есепті түсініп алайық балалар. Мұнай таситын цистерна ғой. Мұнайды білесіңдер ғой, алдында үлкен вагон болады, сосын мұнайды құятын вагондар, цилиндр түріндегі вагондар болады. Міне сондай вагондарға 3 состав бар, яғни 3 пойыз тіркемелермен мұнай тасып жүр. Бірінші тіркемедегі барлық мұнайдың тоннасы 504 тонна, екінші тіркемеде 288, үшіншіде 648 дейді. Егер дейді, осы 3 тіркемедегі мұнайдың санын бірдей қылып, деңгейін бірдей қылып құятын болса, ең көп дегенде қанша тонна мұнай құюға болады дейді. Ол бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, әр тіркемеде неше цистернадан бар, соны табыңдар дейді. Алдыменен біз 504-ті, 208 және 648 сандарын жіктейміз. Сөйтіп, ең үлкен ортақ бөлгішін табамыз. Мінекей жіктедік 504-ті, 288-ті, 648 мен дайын түрде бердім балалар, уақыт алмайықтып. Енді үшеуіндегі бар сандардың астын сызып отырайық. Мінекей үшеуінде де 2-3 реттен бар, 3 міне жақта бар, мінекей тағы да бар. Сонда 3-2 реттен бар. Енді қалған бізде жоқ. Есептеу жіберейік. 2-ның 3 дәрежесі бізде 2-ның кубы 8, 3-дің квадраты 9. Яғни астын сызған сандар көбейткенде 8-9-ың 72. Демек, біздің ең үлкен ортақ бөлгіш осы 3 санға 72 екен. Ол деген сөз, мына тіркемедегі әр цистернаға әрқайсысына 72 тоннадан құйған кезде үшеуіндегі деңгей бірдей болады деген. Біз бірінші сұраққа жауап бердік. Екінші сұрақ, бірінші тіркемеде неше цистерна бар дейді. Оны табу үшін мына 504 тоннаны 72 тоннаға бөлеміз. Сол кезде қанша? 7 цистерна бар деген. Келесі 288-ді қараймыз. Мына домалақ бен шеңберлеп қоршап қояқ. Мына жақта бізде асты сызылмаған сандар бізде қайда бар? Асты сызылмағандар бізде, мінекей астын сызғандарға тиіспейміз. Астын сызбағандар мінекей 4-еу. 4 цистерна, яғни 288-ді 72-ге бөлсек 4 болады. 648-ді 72-ге бөлсек 9 шығады. Мінекей біз екінші жауапты бердік, яғни бірінші тіркемедегі цистернаның саны
7, екінші тіркемеде 4, үшінші тіркемеде 9 цистерна бар. Келесі есепті қарастырайық. 293 есеп. Бұл жұлдызшамен берілген екен, яғни деңгейі жоғары, қиынырақ есептер қатарына жатады. Берілген екі санның бөлінісі дейді. Біз енді ол сандарды қандай екенін білмейміз, сондықтан А бөлу В деп алайық. Екі санның бөлінісі 35 және 77 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші дейді. Ең үлкен ортақ бөлгіш 35 және 77 сандарына. Ал осы сандардың қосындысы дейді. А қосу В ол 160 және 96 сандарының ең үлкен ортақ бөлгіші дейді. Осы сандарды табыңдар дейді. Ал қалай табады екенбіз? Алдыменен біз мына ең үлкен ортақ бөлгішті есептеп алайық. 35 және 77-ге. Енді жіктеп тапсаңдар, балдар, ол белгілі, екеуі де 7-ге. 35 7-ге бөлсең 5-тен, 7-7-ге бөлсең 11-дан, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 7. Жіктесеңдер де солай шығады. Ең үлкен ортақ бөлгіші енді бізде 160 пен 96-ға. Бұнда жіктеп тапсаңдар 32 болады, балалар. Енді барамызда мұна А бөлу В тең ең үлкен ортақ бөлгіш 35 пен 72 деген жерге, 77 дегенге біз 7 сан қоямыз. Ал А қосу В-ға 32 қоямыз. Мінекей осы екеуін біріктіріп біз қазір жауап жазуымыз керек. Бізге мұна А қосу В 32-ге тең болатын мән бойынша біз қазір орнына қою әдісімен, немесе метод подстановка дейді ғой, табамыз. 30-ға нешені қоссақ 32 болады. 30-ға 2-ні қоссақ 32 болады. Енді осы 30-ды аның орнына, 2-ні бұның орнына қойып бірінші теңдеуді тексереміз. 30-ды 2 бөлсек 7 шықпайды. Онда бұл жауап болмайды. Бос жиын, бұны алмаймыз. Екінші, бірге кемітіп отырайық. 29, енді 31 қосу 1-де, ол да болмайды. 31 жайсан ғой енді. Ол бөлінбейді. 29 қосу 3, бұл да жайсан. Онда да берілген есептің жауап болмайды. Келесі 28 қосу 4 алайық, 32. Енді тексерейік. 28-ді Аның орнына, В-ның орнына 4-ті қоямыз. 28 бөлу 4, 7. 28 қосу 4, 32. Демек, екеуінде қанағаттандырып тұр. Екі шартты да орындалып тұр. Олай болатын болса, бізде есептің жауабы А 28-ге тең екен, В 4-ге тең екен. Мінекей, құрметті оқушылар, бүгін біз ең үлкен ортақ бөлгіш тақырыбына берілген С деңгейдегі қиындығы сәл жоғары есептерді қарастырдық. Біздің келесі сабағымыз ең кіші ортақ есептегі де осындай С және В деңгейдегі есептерді шығаратын боламыз. Біздің арнаға тіркелуді ұмытпай, міндетті түрде тіркеліп, өз пікірлеріңді қалдырыңдар және қоңыраушаны басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше.